Ассалаумағалейкумдер. Тағы да эфирге шықтық. Құрметті тыңдармен мен көрушілер, әйгілі подписчиктер, басында мені қолдаған төртеуі. Ал кеттік. Енді құл дейтін неден бастайықшы. Құл деген мысалы өзінің миымен ойламайтын, жеген тамағын жеп, жұмысын жасай беретін адамды құл дейді. Одан қалды кәпір дейтін бар. Кәпірде мен алдында айтқам, кәпір менен мәңгүрт екеуі бір-біріне синоним болып келеді деп. Кәпірде сол, ол дейтін ештеңемен ойламайды, ештеңемен шаруасы жоқ. Тек жаңағы жейтін тамағымен, сол жейтін тамақ табатын несі болса болды. Енді мәңгүртке келейік. Мәңгүртте тап сондай. Жейтін тамағымен жататын орны болса болды. Оған басқа ештеңе керек жоқ. Үшеуі бір-біріне синоним болып келеді, үшеуі бір мағынаны нені береді, сипаттаманы. Ал енді одан противоположный жағасына шығатын болсақ, келесі жағаға, берікке. О жағында не тұр? О жағында адамгершілік, қазақ и муслим. Так, қазақ пен адамгершілікті айтқан айтпаған білмеймін, что-то. Айттым адамды. Адам деген адамгершілік, соны мен айттым. Онда адамгершілік деген тоже правда, чисто. И төртінші иман деген, соның бәрін қосатын иман. Иманды қазір вера қылып көрсетіп жүр. Иман деген негізінде совесть, ұждан болып аударылады. Енді қазір айтады ғой, ойбай араптан келді ана сөз. Ол араптан келгенде, ол арапқа мүмкін біздің қазақтан барған шығар. Сосын қайтып келген шығар. Ондай сөздер бар мысалы. Мына француз тілінде ұлан дейтін сөз бар. Бірдеме дейді. Орыс тілінде бәлен бәйнелер бар. Ұлан деген сөзді олар не мағына береді десе, кавалерінің аты бәлен түген дейді, әр жағын айта алмайды. Ұлан деген біздегі гвардия просто. Енді отвлекайся етіп кеттім деймін. Иман деген жаңағыдай. Үшеуін иман объединяй кетеді, ана үш сөзді білмеймін, не объединяй кететін противоположный. Келесі беттегі жаңағы нелер. Адамгершілік, шындықты, ұятменен обал болады, сондай менен өмір сүретін, әділдікті қабылдайтын адамда адамгершілік деген содан басталған. Оны мен алдында бір айттым. Енді муслим жаңағы, муслим қалай аударылады? Қандай мағына береді? Человек, не делающий зла. Мои права кончаются, где начинаются права чужих дегенге келеді. Енді қазаққа келейік. Қазағың Шыңғысханды айтады, неде? Кітаптарда білмеймін, бір деректерде келтіреді, білмеймін, кімде екен мен білмеймін. Сонда айтады, Шыңғысхан қазаққа бал, такой-то такой жерде, бірдеме деген. Тап сондай Ақсақ Темірде де айтылады, қазаққа балды. Олар қазаққа бай кеткенде не істеді? Олар ана жоқтың, ой, мына Амангелділер мысалы кезінде не істеді? Әділсіздікке қарсы шығып, халықты қолдап, жаңағы соғыс қалатын еді. Сол сияқты ол қазаққа бай кетті дегенде оларды разбойник қылып көрсетеді. Но негізінде олар жаңағыдай әділдік іздеп, зұлымға қарсы шығып, сондықтан оларды қазақавал деп жазады да, мағынасын разбойник қылып көрсетеді. Разбойник қылып көрсететін себебі жаңа бұрынғы тұрған системеге қарсы шыққандар олар. Әділдік іздеп. Енді одан қалды Абайдың несі бар жаңағы сөзі. Ой, қазағым, бірдеме жұртым, мұртым, бір ұртыңда май, бір ұртыңда қан. Ол не мағынаны береді? Ол жаңағыдай қазақтың сипаттамасын береді. Ескіліктен құтыла алмайсың, жаңалыққа жете алмайсың. Сақал деген ескіліктің мағынасын береді. Ұстара деген жаңағы новое русло түстеген мағынаны береді. Вот қазақ деген ұғым
Қазір айтады ғой, қазақ деген ой Жәнібек пен Кереймен шықты, білінді түген. Оның ар жағында қазаққа деген, мысалы, сосын мына неге келейік? Жәнібек пен Керейге келейік. Жәнібек пен Керей неге нетті? Бөлініп шықты. Олар жаңағы әділсіз, Әбілқайырдың әділсіздігіне нетіп, наразыланып, халықтың көбі наразы болады. Қобыландыға қалай етті? Үкім шықпағанына. Қобыланды, білмеймін енді, байқаусызынан ма, енді біреулер соғат ұйықтап атқандарды, онда ұйықтап атқанда ұрып, өлтіру қазақта болмаған, ол коварствоға жатады. Қазақтың несінде, батырлық несіне, немес, не то что батырлық несіне, қазақтың несіне келмейді ондай. Ой, қалай айтады? Жаңағы, ұғымына. Мысалы, Бауыржан Момышұлының кітабында жазады. Бауыржан Момышұлы бір жерін, ағасы, әкесінің інісі бір жермен өтіп кетеді, сол жерден бір келіншек шығады, содан сол келіншек туған жерді барып қараса, бір шөптің қисайғаны бар, бірдемесі бар. Содан біреулер айтады, ана екі аяқта бірдеме білдірді деп. Содан ана арудың жігіттері намыстанып Бауыржанның үйіне келеді. Үйіне келеді, 10 қадам үйге жетпей айқайлап шақырады. Ағасы шықпайды. Бауыржан қорада отырып, енді қорқып кетеді. Бәлінбей атты кісі келіп, ызғарынан нетеді шығар, бала ғой. Сосын енді ағасы шығады ғой деп ойлайды, ағасы шықпайды. Ағасы шықпағасын, бұл үйге шауып кірсе, ағасы ұйықтап жатыр екен. Жылап шауып кіреді үйге. Шауып кіреді де, ағасын оятады, солай-солай. Ағасы далаға атып шығады. Далаға атып шыққанда, сонда қазақтың жаңағы қазаковать дегеннің мағынасы. Біреудің үйіне барып, үйінен өлтіріп кету, ұйықтап атқанда өлтіріп кету, шақырасың. Сосын барып неге жаңағы проблемалар шешіледі. Қазір бізде дейтін стримде отырады да, тек екі сөзге бірдемені боқтайды. Боқтайды да содан кейін тек айда, где, ты, давай, бірдеме, білмеймін енді. Мәдениетсіздік ол. Қазақтыққа жатпайтын жат ұғым. Көп сөйлеп кетудің қажет жоқ, тоқтайық қазір. Сондықтан ана шауып кіріп айтады да, ағасы ұйықтап атады. Соны шауып кіріп оятады. Оятқаннан кейін ағасы далаға шығады. Сосын енді ол сипаттамай ақ қойын. Ошын біреуді аттан құлатады. Содан Нұртықпалдың бір көкпаршының аты. Сосын шауып келгенде, ана қолындағы шоқ несін, қаруын яқтырып тастайды, бас киім шешеді де тұра қояды. Ол да қазақтылыққа жатады екен. Айтпай кетейін деп отырмын жаңа тоқтап. Сонда ана шауып келеді, ана аты кім еді оның? Серікбай дейтін ағасы келіп қамшымен ұрады ғой, молданың несін оқымадың деп. Аты ұмытып қалдым шын ағасын. Содан ана кісі шауып келеді де, ананың қолындағы шоқпарын яқтырып тастап, басындағы бас киім шешіп тұрып алғанда, неге яқтырып тастадың, қорқып кеттің бе дейді. Жоқ дейді, мен қорыққан жоқпын. Мен сіздей үлкен адамға және жаңағы бір ұрудың бір несін қалай еді, келбетіне, авторитетіне, және сіздің жасыңызға қарап, мен сізге жаңағыдай қол көтермеймін дегендей мағына береді. Сосын анашыл оны оралмай, ол да кетіп қалады. Сосын сол жерден кейін уже жаңағы дипломатический разборлар басталады. Онда екі жерде бар сол. Енді қазақтың қалай айтады, жесір дауы деген, ошым, символика. Сондай тағы бір дауы болады. Онда да жаңағы, оны айтпай қойын. Осымен бітті ал. Сау, саламат болыңдар. Ойымды жеткізсем, хорошо. Если нет, тоже неплохо. Давайте. Вот последним көкірші сөйлеп баратын мен. Ана Көкшетавский кім еді, атын ұмытып қала беремін соның. Соның ықпалы емес пе екенін білмеймін. Иә, ал жақсы.